Мантоварканы жууга ерінсеңіз, мини рулетиктер етіп, осылай табада пісірсеңіздер болады. Ерекше дәмді сочны болып шығады. Алдымен фаршқа тұзын, бұрышын және де пиязды ұсақтап турап саламыз. Фарш қызар майлы болмаса, сәл ғана сұйық майды салсаңыздар болады. Дайын қамырды осылай жақсылатып, жұқалатып жаямыз. Негізі манты жаймадан қалған осындай қамырларды мен морозильникте сақтаймын. Қалаған уақытта осылай пайдалана берсеңіздер болады. Үстіне сұйық майды құямыз және де видеодағыдай бірнеше бөліктерге бөлеміз. Дайын болған фаршты үстінен салып, дәл видеодағыдай мини рулетиктерімізді орап шығамыз. Ал енді табамызды қыздырып бастаймыз. Қызған табаға сұйық майды құямыз. Одан кейін сәбіз, тәтті болғар бұрышын, пиязын салып барлығын араластырамыз. Жақсылап шығырып алғаннан кейін кетчуп немесе қызанақ бастысын қоссаңыздар болады. Дайын рулетиктерді салып, үстіне сәл ғана суды құямыз және